Куба жігіттерін жеңіп, келесі кезеңге өттік. Черногорияның Будва қаласында бокстан Адрия Інжуі деп аталатын халықаралық турнир жалғасып жатыр. Байрақты бәсекенің жастар арасындағы әлем кубогы деген статусы бар. Сәйкесінше 21 елден ең үздік былғар қолғап шеберлері жиналды. Араларында Мақсат Бақтыбазаров бастаған ұлттық құрама өкілдері де бар. Қазақ жігіттері жарыстың кезекті күні Куба боксшыларымен жолықты. Атап айтқанда 51 келідегі Досымжан Таңатар кубалық Барбаро Кеведомен кездесіп, айқын басымдықпен ұтты, қорытынды есеп 5-0. Дәл осындай нәтиже 57 келідегі Данияр Ақбесенов пен тағы бір кубалық Рональд Кутино кездесуінде де тіркелді. Қазақ жігіті жеңіске жетіп, жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды. Бұған қоса ұлттық құрама сапындағы Нығман Нығмет, Бауыржан Мұратов, Артур Ярбулов, Жасұлан Бердәлі, Бақдәулет Асқаров, Бейбарыс Әшірбай және Бексұлтан Қайратұлы сияқты жігіттерде сәтті өнер көрсетіп жатыр. Будва қаласындағы халықаралық турнирдің жалпы қорытындысы 10 наурызда белгілі болады. Карате ауыл спорты жобасына қосылды. Яғни бұдан былай еліміздегі аудандар мен ауылдарда, әсіресе шалғай елді мекендерде дәл осы спорт түрінің дамуына басымдық беріліп, жергілікті балалар арнайы лигаға қатыса алады. Тиісті құжатқа Қызылорда қаласында Қазақстан карате федерациясының бас хатшысы Асқар Молдағали мен ауыл спорты жобасының жетекшісі Ғалымбек Жақсылықов қол қойды. Меморандум аясында каратені кеңінен насихаттау мен дамытуға қатысты кешенді жұмыстар қолға алынбақ. Оның ішінде тек балаларды осы спортқа тартып қана қоймай, жаттықтырушылар мен төрешілердің біліктілігін арттыруға да ерекше мән беріледі. Айта кету керек, бастама мемлекеттік бюджетке салмақ салмайды, яғни арнайы қордың қолдауымен жүзеге асады. Ауыл спорты жобасы 2014 жылдан бері жүзеге асып келеді және 6 спорт түрін қамтиды, яғни оның ішінде бокс, күрес, шахмат, волейбол, баскетбол және бұдан былай енді карате де бар. Меморандум аясында бұл жаңағы федерациямен бірге біз ауылдық жердегі балдар жаңа айтып өткендей спортқа тарту, оның ішінде каратеге, сонымен бірге мына ауылдың жаттықтырушыларын біліктілігін арттыру. Мысалы, облыстық ең өңірлік лигалары, сонымен республикалық лигадан қатысқан қатысушыларды бұл жаңағы оқу жаттығу жиынынан өткізу. Сол бірге жалпы осы федерация бірге осы жұмыстарды атқарады. Астана аренада балалар арасындағы халықаралық турнир өтеді. Еліміздің бас стадионы қазір тек кәсіпқой футболшыларға ғана емес, жас аяқдопшыларға да есігін айқара ашып, жаттығу жасауға және жарыс өткізуге мүмкіндік берді. Биылдан бастап бұл жерде елордадағы нөмірі 8 спорт мектебінің жүздеген баласы шеберлік шыңдап жүр. Енді наурыздың соңына қарай, нақтырақ айтқанда 25 және 28 наурыз аралығында дәл осы балалар арасында халықаралық турнир ұйымдастырылады. Астана кубогы деп аталатын байрақты бәсеке осымен 3-ші жыл қатарынан өткізілгелі отыр. Оған мәскеулік Спартак және Ташкенттік Пахтакор клубының шәкірттері келетіні белгілі. Олардың қатарына әзербайжандық Карабах та қосылуы мүмкін. Жақын күндері нақты жауабын айтады. Бұған қоса әрине халықаралық турнирде еліміздің түкпір-түкпіріне жиналған командаларда бақ сынайды, бас аяғы 12 команда бас жүлдені сарапқа салады. Айта кетейік, балалар жарысы бұған дейін елордадағы әртүрлі алаңдарда өткізіліп келді. Енді алғаш рет оны Астана арена стадионы қабылдайды. Жалпы мақсат тұрақты өткізу осы Астана қаласында. Жалпы ол тек қана турнир ғана бұл емес, енді жалпы қонақтар келеді. Оларға да қызық, қазақстандық командалармен ойнаған, еліміздің командаларымен ойнаған. Сондықтан барынша жоғары деңгейде ұйымдастыруға тырысамыз. Спорт басқармасы толық, дене шынықтыру және спорт басқармасы толық қолдау көрсетіп отыр. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға алғыс. Спорт жаңалықтарымен Аслан.